Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, ал мақсат дөп. Бүгінгі мақсатым сіздерге бір жаңа платформаны таныстыру. Бұл платформаның тиімділігі барлық сабақтарыңызда пайдалана аласыздар. Жалпы барлық пән мұғалімдері пайдалана алады. Ең бірінші сіздер тіркелу керексіздер. Электронды мекен-жайларыңызды және пароль енгізесіздер. Пароль латын әрпімен бірінші қарпі немесе жалпы бір үлкен әріп болу керек, бас әріп, кіші әріп және де қандай да бір символ. Міне сақтадым, мен тіркелдім. Әйгерім Бүлкенбаева болып шықты. Енді бұл платформада барлық пән бар қазақ тілі мен әдебиетінен басқа. Алайда платформаны қазақ тіліне аударып алуға болады. Мысалы, тренажеры для мозга дегенді қарайықшы. Қазақ тілінде ми жаттығулары дегенді таңдадық. Бетті қазақ тіліне аударып алдық. Яғни бұл тапсырма жеңілден қиынға қарай өрбейді. Жасыл түсті тақшайшаларды таңдауымыз керек. Мінекей көрсетіп тұр, қателесіп қалдық. Келесі, міне дұрыс таңдадық. Көрсетті. Қазір айналады. Енді біз дұрысын таңдауымыз керек. Мінекей дұрысын таңдап жатырмыз. Бұл оқушылардың зейінін арттыруға, жалпы танымдық қасиеттерінің дамуына, есте сақтау қабілетінің артуына ықпал ететіні сөзсіз. Кез келген пән мұғалімі пайдалана алады. Тағы да бір тапсырма үлгісі цвет и текст таңдалды. Парақша қазақ тіліне аударылды. Сол картадағы түс атауы оң жақ картадағы мәтіннің түсіне сәйкес келе ме деген сұрақ. Яғни көк түс болу керек, біз яны таңдаймыз. Тура солай келесі тапсырма. Бұл жерде жауап әрине қандай болу керек? Жоқ болу керек. Жоқты таңдадық. Тура осылай тапсырма жалғаса береді. Бұл да оқушылардың зейінін арттыратыны сөзсіз, ой өрістерін дамытады. Келесі кезекте платформаның тағы да бір жаңа қырын таныстырайын. Карточки батырмасын басып, осы жерде қандай мамандықтарға байланысты ақпарат бар екенін көрулеріңізге болады. Мұнда авторлардың арнайы курстары да бар екен. Енді оны ақылы түрде сатып алуға 2 апталық тегінде курсын пайдалануға болады екен. Мәселен, алгебраны таңдайық. 7-ші сыныпқа, 8-ші сыныпқа берілген тапсырмалар. Түсіндіру, аудио, бейне түсіндірулері, мысалы қосуға байланысты дәл осындай бастауыш сыныптарға пайдалануға болатын тренажерларды ұсына алады. Ағылшын тіліне де қатысты ақпарат мол, книги, фильміға қарап, ақылы түріне немесе тегін нұсқасын таңдап алуға болады. Байқасаңыздар, әр сынып бойынша әр тақырыпты видео түрінде, презентация түрінде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Бұны үйде оқушы өзі де оқушы ретінде тіркеліп пайдаланса болады. Ал орыс тілі мамандары дәл осы платформадан жаңа тақырыпты да түсіндіре алады. Ол үшін начать урокты басып, әртүрлі ақпараттармен бөлісіп, соңында сәйкестендіру тесттерін де орындата алады. Енді сіздерге қызық шығар. Бұл платформаның атауы қандай? Платформа Образавр деп аталады. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар, каналға тіркеліп лайк басыңыздар, бөлісе отырыңыздар.